Бәріне сәлем, картофельный зразы дайындаймыз. Ол үшін бізге керек 5-6 картошка, 1 жұмыртқа, 100 грамм ұн, 500 грамм фарш және де қалған көкөністеріңізді қосуға болады. Ең алдымен картошканы қайнатып пісіріп аламыз. Жуаны аршып тураймыз. Сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Қызып тұрған майға туралған жуаларымызды саламыз да сарғайғанға дейін қуырамыз. «500 грамм фаршымызды салып, араластырып қуырамыз. Тұз және бұрыш қосамыз. Сәбіз саламыз да дайын болғанға дейін қуырамыз. Картошкаларды пюре қылдырып езіп аламыз да 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа салып араластырамыз. Үстіне 100 грамм ұн салып, тағы да араластырамыз. Картофельный тестомыз дайын. Енді осының бір бөлігін алып, дөңгелектеп, ортасына фарштан жасалған начинкамызды салып, видеодағыдай жан-жақтарын біріктіреміз. Осындай көлемдегі картошкадан менде 10 штук зразы шықты. Енді беттеріне ұн сеуіп аламыз да, 2 бетін 5 минуттан қуырамыз. Картошкадан жасалған зразы деген тағамымыз дайын болды. Ас болсын. Және де видео ұнаса, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош сау болыңыз.